Неліктен Атлант мұхитындағы кішкентай арал кезінде бүкіл планетаның 25%-ын биледі? Ғасырлар бойы жаһандық билік британдық суларда жазылды. Бірақ кейін бұл тәж басқа біреуге өтті. Еуропалық империяға емес, континент көлеміндегі алыпқа. Екі үлкен мұхитпен қорғалған және шексіз ресурсқа ие елге, Америка Құрама Штаттарына. Бұл жай ғана сәттілік пе еді, әлде саясат па? Жоқ, жауап топырақта, өзендерде және жағалауларда жасырылған. Бүгін біз географияның әлемдік супердержаваларды қалай жасағанын және қалай өзгерткенін талдаймыз. АКШ Ұлыбританияға қарсы. Бұл тарихи ауысуды түсіну үшін біз екі данышпан геосаяси идеяға қарауымыз керек. Кеңіс қуаты және құрлық қуаты. Бастайық. Ұлыбританияға қараңызшы. Оның ең үлкен бағы Ла-Манш бұғазы. Бұл кішкентай су айдыны табиғи қалқан болды. Ол Наполеонды да, Гитлерді де тоқтатты. Еуропа тоқтаусыз соғыстарда өртеніп жатқанда, Британия өзінің арал қамалында қауіпсіз отырды. Бірақ бұл қамалдың өз қарғысы бар еді. Шектеулі аумақ. Ұлыбритания кішкентай. Ішкі көмір мен темір өндірісі қызған кезде оларға шикізат жетпей қалды. Еуропаға қарай кеңейе алмағандықтан олар мұхиттарға көз тігуге мәжбүр болды. География Британияны теңіз империясы болуға итермеледі. Олар әлемнің ең маңызды қысыңғы бұғаздарын бақылады. Гибралтар, Суэц каналы, Сингапур. Егер сіз суды бақыласаңыз, әлемнің байлығын бақыладыңыз. Бірақ кішкентай арал халқымен жаһандық империяны ұстап тұру жарылғалы тұрған бомбамен тең еді. Енді Америка Құрама Штаттарына келейік. Егер Британия географияны ең қиын деңгейде ойнаса, Америка чит-кодты таңдап алды. Біріншіден, Миссисипи өзенінің бассейні. Бұл жер шарындағы кеме жүзетін ең үлкен өзен жүйесі. Ол алғашқы америкалықтарға тауарларды Еуропа жолдарымен салыстырғанда тиын тебенге тасымалдауға мүмкіндік берді. Екіншіден, толық оқшаулану. Америкаға шабуыл жасау үшін жау мыңдаған мильдік терең мұхитты кесіп өтуі керек. Шығыста Атлант, батыста Тынық мұхиты. Бұл Америка өз жеріне шетелдік шабуылдан қорықпай-ақ индустрияландыруды еркін жүргізе алатынын білдірді. Бұған шексіз құнарлы жерді, алып мұнай қорларын және әлсіз көшілері бар қауіпсіз шекараларды қосыңыз. Америка жаһандық экономикалық алпауытқа айналды. Таза табиғи түрде. Тек жер шарында орналасқан орнының арқасында. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Британия қаржылық тұрғыдан күйреді. Ол енді әлемдік мұхиттарды күзете алмайтын еді. Америка араласып, келісім ұсынды. Біз біздің флотпен жаһандық сауданы қорғаймыз. Бірақ АКШ доллары енді әлемдік валюта болады. Британия өзінің географиялық шектеулерінен құтылу үшін теңізді пайдаланды. Ал Америка қуаттылықты арттыру үшін өзінің алып жерін пайдаланды. Содан кейін оны мәңгілікке бекіту үшін теңіздерді бағындырды. География империяларды тудырады. Бірақ тек дұрыс география өлмес супердержаваны жасайды. Сіз қалай ойлайсыз? Пікір қалдырыңыз.